Some facts about the English alphabet. Ағылшын тілі алфавиті 26 әріптен тұрады. Соның 5-еуі дауысты. A, E, I, O, U. 21 әріпі дауыссыз. B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, X, Z, W, Y. Ағылшын сөзі алфавит, латынның алфавитум деген сөзінен келген. Алфавитум латын сөзі грек алфавитінің алғашқы 2 әрпінен тұрады. Альфа және бета. So there are 26 letters in English alphabet, 5 of them are vowels and 21 letters are consonants. Ағылшын тілінде ең көп қолданылатын әріп ол E, ал ең аз қолданылатын әріп ол Z. Британдық ағылшын тілінде біз бұл әріпті Z деп оқимыз, Z. Ал американдық ағылшында бұл әріпті Z дейді, Z. Шамамен 100 тілдің алфавиті осы ағылшындардың алфавиті сияқты. Және де бұл әлемдегі ең көп қолданылатын алфавит. Барлық 26 әріп қолданылған сөйлемді панграмма дейміз. Атақты панграмма The quick brown fox jumps over the lazy dog. Немесе одан қысқасы Pack my box with 5 dozen liquor jugs.